Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай сникерс пирогын дайындаймыз. Пирог өте дәмді болып шығады. Дәмі деген кәдімгі сникерстен аумайды. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қамырына ең алдымен бізге ұн, сары май, какао, разрыхитель, жұмыртқа және сикер қажет болады. Алдымен майымызды салып, үстіне жұмыртқаны салып, содан соң сикерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Май бізде бөлме температурасында болу қажет. Содан соң ұнымызға жаңағы какаомыз бен разрыхительді жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанынша. Араластырып алған соң жаңағы мастымызға салып, жақсылап біркелкі қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен қасықпен араластырып алып, содан соң қолымызбен жақсылап қамыр илеп алсақ болады. Егер де видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп алыңыз. Формаға қамырдың көптеу бөлігін тегістеп салып шығамыз. Жан-жағын тегістеп аламыз, сол кезде әдемі болады. Салмасына варенка мен арахисті араластырып аламыз. Варенка бізде сапалы болғаны жақсы, сол кезде ағып кетпейді. Дәл осындай қою болғаны жақсы. Салмамызды салып алып, біркелкі қылып тегістеп шығамыз.
Жақсылап тегістегеннен соң қызып тұрған пешке 180 градуста шамамен 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Осылай жақсылап суытып аламыз. Май мен шоколадымызды салып ертіп аламыз. Микроволновкада ертіп алсаңыз да болады. Еріген шоколадымызға арахисімізді саламыз, арахисімізді уатып аламыз. Жақсылап араластырып, пирогымыздың үстіне жағып аламыз. Жағып болғаннан соң біздің шоколадымыз енді қату керек. Холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, шоколадымыз бетінде қатқан. Қазір мінекей кесіп көреміз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.